Сәлем достар. Бүгін біз қазақ халқының қалыптасуы бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл 6-шы сыныптың Қазақстан тарихы 3-ші тоқсанға арналған тапсырмалар. Сондықтан сіздер осы тапсырмаларды менімен бірге талқылауға қатынасыңыздар. Сондай-ақ менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруды да ұмытпаңыздар. Бөлімнің тақырыбы қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы. Бұндағы оқу мақсаты ежелгі және орта ғасырлар тарихының оқиғалары арасында байланыс орнату арқылы қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтау, қазақ этнонимінің мағынасын түсіндіру. Бағалау критерийлері бойынша қазақ халқы қалыптасуының негізгі кезеңдерді сипаттаймыз және қазақ этнонимі туралы пікірлерді анықтаймыз. Бірінші тапсырма: төмендегі кілт сөздерді пайдаланып, қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдерін сипаттап жазуымыз керек. Бұндағы кілт сөздер сақ, үйсін, қаңлы, ғұн, түркі, түркеш, қарлұқ, оғыз, қимақ, қыпшақ, иран тілдес, европейттік нәсіл, андрон тайпасы, монғолиттік нәсіл, түркі тілдес тайпалар. Міне осы кілт сөздер арқылы біз Қазақстан территориясында өмір сүрген андронов кезеңін, сақ кезеңін, түркі кезеңін және моңғол кезеңін сипаттап жазамыз. Андрон кезеңінде біздің Қазақстан территориясында қола дәуірі кезеңі болды. Қола дәуірі кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 18-ші және біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырларға жатады. Қола дәуірінде Қазақстан территориясында андронов тайпалары мекендеді. Андронов тайпаларының аталу себебі Сібірдегі Ачинск қаласы маңындағы Андронов селосынан осы кезеңнің мәдениеттері табылды. Сондықтан осы кезеңде өмір сүрген халықты андроновтар тайпалары деп атады. Андроновтардың негізгі антропологиялық сипаты европалық нәсіл болды. Тілі үнді ирандық болды. Яғни европалық нәсіл болғандықтан олардың көзі көк, бойы ұзын, сары шашты болып келді. Қазақстанда темір дәуірі кезеңінде сақтар өмір сүрді. Ғұндар, үйсіндер, қаңлылар өмір сүрді. Бұл темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші және біздің заманымыздың 6-шы ғасырларын айтуға болады. Сақ кезеңінде Қазақстан территориясында сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар өмір сүрді. Сақтардың бірнеше түрі өмір сүрді. Иссадундар, аргипилер, аримаспылар, дайлар, ғұндар, үйсіндер. Бұлардың барлығы да біздің болашақта қазақ халқының қалыптасу сатысының алғашқы кезеңінде тіршілік еткен тайпалар. Сақтармен бір мезгілде Жетісуда үйсіндер, оңтүстік Қазақстанда қаңлылар, орталық және батыс Қазақстанда ғұндар таптық бірлестікте өмір сүрді. Антрополог ғалым Смағұловтың пікірі бойынша кейінгі сақ, сармат, үйсін тайпаларының келбеттері андрондықтарға ұқсас болған деп айтады. Түркі кезеңі. Түрік кезеңі 6-13 ғасырдың басын қамтиды. Енді түрік кезеңінде біз кілт сөздерден түрік, түркеш, қарлұқ, оғыз, қимақ, қыпшақ және түркі тілдес тайпалар деген сөздерді алып сипаттама жазамыз. Бұл кезеңде Қазақстан территориясында ұлан байтақ жерде Алтайдан Еділге дейін, оңтүстік Сібірден Сырдарияға дейін кең байтақ аумақта осы түріктердің үлкен мемлекеттері, яғни қағанаттары құрылды. Бұндағы қағанаттағы тайпалар, яғни түрік тілдес монғолиттік ру тайпалар менен жергілікті европейттік тайпалар арасындағы араласу бұрынғыдан да күшейе түсті. Мұндай байланыс келешекте қазақ халқының антропологиялық құрамының негізін қалады. Моңғол кезеңі. Моңғол кезеңі 13-ші ғасыр менен 15-ші ғасырлардың аралығын қамтыды. Моңғолдар 13-ші ғасырдың басында осы Қазақстанның территориясындағы халықтарға және сол кездегі Қазақстанның оңтүстігі Хорезм шахына бағынған болатын. Сол оңтүстік Қазақстанның территориясын басып алды. Сөйтіп осы басып алған территориясында Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлыстары құрылды. Бірақ Шыңғыстанның әскерлерінің ішінде моңғолдардан көп тайпа, бұлар түріктер болды. Моңғолдардың саны аз болды. Сондықтан моңғолдар бірте-бірте осы түрік тектес халықтарға сіңісіп кетті. Ал қазақ халқының қалыптасуы 15-ші ғасырда аралығында аяқталды, бірақ олар Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан сияқты мемлекеттердің құрамында бытырап жүрді.
Екінші тапсырма қазақ этнонимі туралы деректерді сәйкестендіру. Радловтың айтқан сөзі қазақ сөзінің мағынасы тәуелсіз ерікті адамдар деп жазды. Шоқан Уәлиханов қазақ күшті, мықты, шабытты дегенді білдіреді деп жазды. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлы болатын болса, ол қазақ өз алдына ел болып жүрген халық деп жазды. Және қазақ сөзі түркі сөзі деп жазған адам. Кәріпбаев бұл бастапқыда ол ерікті, еркін деген мағынада қолданылды деп жазды. Бернштам бұл қазақ сөзі Каспий мен Сақ тайпаларының бірігуінен пайда болған деп тұжырымдады. Ал Ибн Урузбихан бұл Бұқар қонағы атты шежіресінде қазақтар арба үстінде адам таң қалатын қазақ үйлерін тіккен, сондықтан қазақ сөзінің шығуы да қасақ атауының шығу төркінінен жат емес деп жазған болатын. Достар, мен сіздерге қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы бұжыбысын талдап болдым. Сондықтан сіздер менің еңбегімді бағалап, комментарий жазып, және видеоға тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар, сәттілік тілеймін.